Сәлем! Менің қымбатты көрермендерім. Қалай, ертегінің 3-ші бөлімін күттіңіздер ме? Ендеше бастайық. Мұнда да у-шу болып жатыр екен. Директордан бастап, оқушыларға дейін оқулықтардың қайда кеткенін таппай, басы қатып отыр. Кітапсыз не сабақ өтерін білмей, мұғалімдер дағдарып тұр. Сыныбыма кірдім. Парталардың үсті бос, қағаз бен қарындаш қана жатыр. Балалар, адамның тіршілігіне мән бітіретін күш кітап. Кітап болмаса, мына әлем қараңғы түнек сияқты. Біз қалайда оқу білімді тоқтатпауымыз керек. Бірақ сендерді қайтып оқытарымды білмей тұрмын, деді мұғалім қысылып. Бірақ апайым асырап айтқандай көрінді. Кітапсыз да өмір сүруге болады емес пе? Дедім іштей. Апай, ендеше далаға шығып ойнасақ қайтеді? Бәрібір кітап жоқ қой, дедім төтеден жол тапқандай. Жоқ, біз былай жасаймыз. Ең соңғы оқыған кітабымыз жайлы бір-бірімізбен бөлісеміз. Қане, кім бастайды? Деді мұғалім. Алдияр қол көтерді. Оның соңғы оқыған кітабы Көроғлы жыр екен. Шәддат патша зұлымдықпен Раушанбекті өлтіреді. Оның әйелінің қарнын жарып көрге тастайды. Әйелдің айы күні жетіп отыр екен. Сәбиі бұлқынып, жарылған қарнынан сыртқа шығады. Тырмысып жүріп, анасының омырауын тауып, уыз сүтін ішеді. Содан күш алады. Сол сәтте бөлтірігінен айырылған қаншық қасқыр мола кезіп жүреді. Ол шақалақ сәбиді көргенде емешегі езіліп, сүті бұлақтай ағады. Баланы бауырына басып, емірене емізеді. Кенет қоңырау соғылды. Алдияр әңгімесін кілт үзді. Әттең, ертегінің ішіне кіріп бара жатыр едім, мына қоңыраудың соғыла кеткенін қарашы, қап, деп өкіндім. Әрі қарай не болады? Бала ержете ме деген сұрақтар пайда болды. Айтылған оқиғалар мені баурап, қызығушылығымды оятты. Кітапханаға жылдам барып, Көроғлы жырын оқығым келді. Кітап кейіпкерлері. Сабақтан шыға сала кітапханаға жүгірдім. Есігінен аттаған сәтте біреудің зілді дауыспен сөйлеп тұрғанын естідім. Бұл зұлым дауыс. Мойында, кәне, біздің үйімізді қайда жасырдың, деді. Мен білмеймін, деп кітапханашы бала жалынышты үнмен жауап берді. Өтірікші, деді екінші бір дауыс. Мұның жонарқасын таспамен тілу керек. Сабыр сақтайық, мырзалар. Бұл бала жалған айтпауы да кәдік, деген әйелдің үні естілді. Өтірік айтса мұрны ұзарар еді. Меніңше шынын айтып тұр, деді және бір дауыс. Үні жас баланыкі сияқты. Жап аузыңды, қуыршақ, деп оған бір кемпір ашуланып жатты. Кәне, қояндыс бала, бізге мән жайды баянда. Әйтпесе құрбақаға айналдырып жіберем, деді зұлым дауыс иесі. Тасадан сығалап қарасам, байғұс кітапханашы баланы арқанмен байлап тастапты. Жан-жағында Айдахар, Көкпері, Буратино, Мұстан кемпірлер төніп тұр екен. Бәрінің қабағы қатулы. Кейін білдім, бұлар әр кітаптың кейіпкері екен. Сиқырлы күш сөредегі кітаптың бәрін ғайыпқа сіңірген сәтте, бұлар мекенінен айырылып далада қалыпты. Содан кінәлі адамды іздеп, кітапханашыға шүйліккен беті осы екен. Олардың жылы ұясы кітап ішіндегі уақиғалар еді. Мұрныма тағы бір жас баланың иісі келіп тұр, деді зұлым дауыс иесі гүр-гүр етіп. Сөйтті де танауын тартып жіберіп, айналаны иіскей бастады. Кенет жуан бір түкті қол шап беріп желкемнен бүріп ұстап алды. Қорыққаннан «Апа!» деп айғайлап жібердім. Қолымнан кітабым түсіп кетті. Демек, кінәлі күшік сен екен ғой, деді Айдахар танауынан бу шашып. Жігермек, деді Мыстан кемпір жұдырығын түйіп. Осы кезде кітапханашы араша түсті. Тоқтаңыздар, мен бұл қызды танимын. Өзі кітап оқығанын ұнатпайтын еді. Кеше сиқырлы кітапта кеткен, соған тілегін айтқан шығар, деді. Ойбу, о заманда бұл заман кітап оқығанды ұнатпайтын адамда болады екен-ау, деп Мыстан кемпір бетін шымшып. Бәрі маған анталап қарап қапты. Өмірлерінде бірінші рет кітап оқуды ұнатпайтын адам көргеніне қайран қалғандай. Сен кітап оқымасаң, бізді де танымайсың ғой, деді бір батыр найзасымен көктіреп. Мен білмейтінімді білдіріп, басымды шайқадым.
Мен Көроғлы боламын, деді батыр. Мен бүгін ғана естіген батыр кейіпкерімді көргенде аузым ашылып қалды. Сіз жайлы бүгін ғана естідім. Расымен сіз көрде тудыңыз ба? Әкеңіз бен анаңызды өлтірген зұлым Шәддаттан кек алдыңыз ба? Дедім, ертегінің жалғасын білгім кеп ынтығып. Сен сұрама, мен айтпаймын. Кітап оқысаң білесің, деп қызықтырып қойды. Кітаптар жоқ қой, қайдан оқимын, дедім. Сен сиқырлы кітап жайлы естімеп пе едің? Ол барлық тілекті орындайды. Сен кеше сол кітапқа тілек айтқансың. Тілеуің заматта қабыл болған, деді Айдаһар. Біз бәріміз ертегі кітаптың кейіпкеріміз. Бұрын кітаптың ішінде өмір сүретін едік. Кітап жоғалғасын, барар жер басар тауымыз болмай сенделіп қалдық, деді Көкпері. Айналама қарасам, кітапхананың іші түрлі кейіпкерге толып кетіпті. Құдай-ай, ол жерде кім жоқ дейсің? Іздеген кейіпкердің бәрі бар. Мыстан кемпір, перінің қызы Бекторы, Ертөстік, Буратино, Айдаһар, жылан патшасы Шахмаран, бойы бір қарыс, сақалы 40 қарыс шал, жерден шыққан желім батыр, саяхатшы Сандыбат, самұрық құс та осында жүр. Әсіресе ертегі тыңдап ұйықтайтын балаларды уайымдап тұрмын. Кітап болмаса олар қайтып ұйықтайды, деді Көроғлы батыр. Иә, ертегі болмаса балалардың арманын тот басады. Адамның қиялын өсіріп, оларды өмірге ғашық ететін кітап емес пе, деді Көкпері. Кешіріңдер, менен қателік кетіпті. Мен қазір бәрін түздеймін, дедім де сиқырлы кітаптың бетін ашып, күбірлеп тілек тіледім. Оқығанды жақсы көремін. Кенет ұйытқып соққан желдің өлі естілді. Бірақ кешегідей найзағай ойнап дауыл тұрмады. Аспан шайдай ашық. Бұл тілектің әсерінен болып жатқан құбылыс. Енді кітаптар қайта келіп, бәріміз үйімізге ораламыз, деді Көкпері қуанып. Менше, дедім көңілсіз кейіпке. Тағы бір тілек тілеуге мүмкіндігің бар, балақай. Бірақ ол соңғысы. Ойланып барып тіле, деді Айдаһар. Неге соңғы тілек? Дедім таңғалып. Ғайыптан болатын сиқыр сенің 3 қана тілегіңді орындай алады. Мұны ертегі оқитын баланың бәрі біледі, деді Айдаһар. Сен ертегі оқымағандықтан тылсыммен тілдесе алмайсың. Олардың сырын білмейсің. Қарашы өзің, 3 тілек айтатын мүмкіндігің бола тұра, екеуін мүлт жібердің. Ертегі оқығаныңда сол тілектерді жақсылыққа бағыттауға болар еді, деді кітапханашы сөзге араласып. Осы кезде әуеден кітаптар жауып, сөредегі орындарына тұра қалды. Ертегінің кейіпкерлері де кітап ішіне сүңгіп, мекеніне жайғасты. Ал, соңғы тілегіңді айт, деді кітапханашы. Әлемдегі барлық бала кітап оқуды ұнатса екен, дедім күбірлеп. Сол сәтте кітапхананың іші мен кітапханашы бала маған сондай сүйкімді болып көрінді. Кітап оқуға деген махаббатым пайда болды. Кітап сөресінен Көроғлы туралы ертегі кітапты таңдап, үйіме әкеттім. Енді өзім көрген кейіпкерлермен кітап оқып отырып сөйлесетін боламын. Осымен балалар, кітап оқымайтын қыз атты ертегіміз де өз мәресіне жетті. Осындай кітап жазып берген Әділбек Нәби ағамызға көп алғысымызды айтамыз. Балалар, ертегі сіздерге ұнады ма? Әрі қарай тағы да осындай қызықты ертегілер тыңдағыңыз келсе, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар.